Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір және екі амалмен орындалатын есептер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты есепті бір және екі амалмен модельдеуді үйрену. Балалар демалыста ауылға барып өнім жинауға көмектесті. Себеттердің массасын анықта, есептер құрастыр. Бізге бірінші қияр мен қызанақтар толы себеттер берілген. Қазір олардың массаларын анықтап есепті құрастырайық. Бірінші себетте қиярлар берілген, оның массасы 9-дан 3-ті азайтсақ 6 килограмм. Екінші қызанақтыкін анықтайық, 10-нан 4-ті азайтсақ 6 килограмм. Қызанақтың массасы да 6 килограмм. Енді бізге нені табу керек балалар? Барлығы екі себетте қанша көкөніс бар, соны табуымыз керек. Біз білеміз, барлығын табу үшін қосу амалын қолданатынымызды. Ең бірінші есептің шартын жазайық. Бірінші бізге не белгілі? Қияр себеттегі қиярдың массасы 6 килограмм екен белгілі, және қызанақтың массасы белгілі. Ол да 6 килограмм. Енді шешуін табайық. Есептің шарты бойынша бізге барлығы екі себетте қанша көкөніс барын табуымыз керек. Осы есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз, Өйткені біз мына себеттегі қияр мен қызанақтың массаларын анықтап алдық, Сондықтан бір амалмен орындалатын есеп. 6-ға 6-ны қоссақ, тең болады 12 килограмм. Сонда екі себетте 12 килограмм көкөніс бар. Бұл бізде қандай есеп болады? Жай есеп. Жауабы барлығы 12 килограмм көкөніс бар. Енді, егерде қазір мына есепті құрама есеп түрінде жазатын болсақ, онда бұл есептің шарты былай болар еді. Мысалы, қиярдың массасы 9 килограмм алынған 3 килограмм. Сосын қызанақ 10 килограмм алынған 4 килограмм. Және есептің шарты бойынша бізге барлығын табу керек. Сонда бізде неше амалмен орындалады? Бірінші қиярдың массасын табу керек, сосын барып қызанақтыкін табу керек, және үшіншінің сұрағы бойынша, яғни бізге барлығын табу керек. 9-дан 3-ті алып, тең 6 килограмм. Содан кейін қызанақтың массасын табар едік. Тең болады 6 килограмм. Енді үшінші амал не істейміз? 6-ға 6-ны қосамыз. 3 амал, Егерде өрнек түрінде жазатын болсақ, қалай болар еді? Жақшаның ішінде 9 бен 3-тің айырмасына 10 мен 4-тің айырмасын қосамыз. Тең болады 12 килограмм. Жауабы міне, барлығы 12 килограмм көкөніс бар. Міне, бізде 3 амалдан тұратын есеп жаздық. Бұл қандай есеп болады? Құрама есеп, Есепте берілген мәліметтерді, санды мәліметтерін анықтау керек болады, Сол кезде бұл құрама есеп болады. Яғни бізге қиярдың массасы белгісіз, нақты білмейміз. Қызанақтың массасы нақты білмейміз. Сондықтан біз ең бірінші тауып алдық. Содан кейін барып, мына есептің берілген сұрағына жауап бере алдық, Бұл бізде құрама есеп болды. Ал жай есепте бізде қиярдың массасы белгілі, қызанақтың массасы белгілі. Сондықтан біз бірден есептің сұрағына жауап беріп, екі себетте қанша килограмм көкөніс барын таба алдық. Енді мына екінші суретке қарайық. Бізге алмұртқа толы және алмаға толы екі себет берілген. Біз бірден қазір осы берілген мәліметтер бойынша құрама есеп құрастырайық. Бірінші алмұрттың массасы қанша деп тұр? 8 қосылған 2. Алманыкі 6 қосылған 2.
Бізге нені табу керек? Алмұрт толы себет неше килограммға артық, соны табу керек. Ең бірінші балалар, есептің шарты бойынша біз нені табуымыз керек? Бізге міне мәліметтер берілген, бірақ нақты біз білмейміз, алмұрттың массасы қанша екен. Яғни бірінші біз нені табамыз? Алмұрттың массасын табамыз. Яғни қанша килограмм бар екен. Табайық. Ол үшін не істейміз? 8 килограммға қосамыз 2 килограммды. Тең болады 10 килограмм. Екінші нені табамыз? Алманың массасын табамыз, массасы, яғни салмағын табамыз. Ол үшін не істейміз? 6 килограммға 2 килограммды қосамыз, тең болады 8 килограмм. Енді үшінші есептің шарты бойынша нені табу керек? Бізге қай, яғни алмұрт толы себет неше килограммға артық екен табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? 10-нан 8-ді азайтамыз. Тең болады 2 килограмм. Сонда алмұрттың салмағы алмадан 2 килограммға артық. Міне 3 амалдан тұратын есеп шығардық. Осы 3 амалды біз өрнек түрінде жазатын болсақ қалай болады? 8 қосылған 8 бен 2-нің қосындысынан 6 мен 2-нің қосындысын азайтамыз, тең болады 2 килограмм. Сонда жауабы 2 килограмм артық. Яғни алмұрт 2 килограммға артық. Нөмірі 2-ші мысал. Есепті шығар. Балалар 8 себет алма және одан 3 себеті кем алмұрт жинады. Балалар барлығы неше себет жеміс жинады? Бізге не белгілі? 8 себет алма жиналғаны, ал алмұрттікі белгісіз. Бірақ алмадан қарағанда 3 себетке кем. Бізге нені табу керек? Есептің шарты бойынша барлығы қанша себет жеміс жинағаны табу керек. Міне бізге мұнда сызба берілген, Мына қызыл түсті ол бізде алма. Алма неше себет балалар? 8 себет, Ал алмұрттікі белгісіз, міне, бірақ 3 себетке кем. Бізге нені табу керек? Барлығын. Енді осы сызба бойынша қазір біз есептің шартын жазып алайық. Алма 8 себет. Алмұрт белгісіз. Бірақ алмадан қарағанда 3-ке кем. Алмұрт белгісіз 3-ке кем. Нені табу керек? Балалар барлығы қанша себет жеміс жинағанын табу керек, Бұл бізде қандай есеп? Құрама есеп, Өйткені бізге бірінші нені табу керек? Алмұрттың табу керек. Содан кейін барып біз есептің негізгі сұрағына жауап бере аламыз, Олай болса, бірінші алмұрттың қалай табамыз? Егерде 3-ке кем десе, біз не істейміз? Азайтамыз, Барлығын табу үшін қосу амалын қолданамыз. Яғни бірінші біз азайтудың көмегі арқылы алмұрттың тауып аламыз. Екінші амалда қосып, есептің негізгі сұрағына жауап беріп, яғни барлығын таба аламыз. Қосқанда нені қосамыз? Алма мен алмұрт қанша себет жинаған? Сонда барлығы табуға болады. Сосын барып жауабын жазамыз. Мына 2 амалды өрнек түрінде жазсаңдар да болады. Нөмір 3-ші мысал. Есептеуді түсіндір. Әрбір мысалдың дұрыстығын тексер. 100-ге дейінгі сандарды қосу. Біріншіні қарастырайық. Бізде не берілген? Мына біріншісінде біз білеміз, үшбұрыш бұл ондықты білдіреді. Яғни бір үшбұрыш бұл бір ондық, екі үшбұрыш екі ондық, Ал дөңгелектер бұл бізде бірліктер.
Яғни бізде мына жерде қанша? 2 ондық 3 бірлік. Яғни 23-ке қаншаны қосамыз? 5 бірлікті. Не жазылып тұр, е? Енді бұл жерде 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға қосу. Осындай қосуды орындаған кезде біз тек қана бірліктерді қосамыз, е? Міне мына жерде жақсы көрсетілген. Сонда қанша шығады? 2 ондық 8 бірлік. Не? Яғни тек қана бірліктерді қосамыз. Екіншісін қарастық, дәл солай. Бұл жерде 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қосу. Бұл жерде 2 ондық 6 бірлікке қосамыз. Енді мына жерде қараймыз. Бұл жерде тек қана бірліктерді қосамыз. Яғни 6-ға 4-ті қосқан кезде қанша шығады? 10 шығады, е? 10 дегеніміз ол 1 ондық. Дұрыс па? Сонда бұл жерде енді 1 ондық. Жауабы 3 ондық, яғни 30-ға тең. Яғни 26 мен 4-тің қосындысы 30-ға тең. 6 мен 4-тің 10-ға қосындысы 10-ға тең болады. Сосын мына 10-ды енді мына 2 ондыққа қосамыз. Яғни 20 қосу 10 болады сонда. Мәні 30-ға тең. Яғни міне мұнда сонда 3 ондық. Енді екіншісін қарастырайық. 2 ондық 6 бірлік 26-ға қосамыз 7 бірлікті, е? Енді мына қосуды орындаған кезде біз бірінші мына 26-ны не істейміз? Толық ондыққа дейін толтырып аламыз. Ол үшін мына 4 бірлікті бірінші қосып аламыз. Сонда қанша болады? 3 ондық болады. Содан кейін мына қалған 3 бірлікті қосамыз. Міне. Сонда 33 болады, е, жауабы. Мына жерде жақсы көрсетілген өрнек түрінде. Бірінші мына 26 мен 4-ті қосып 30-ға дейін жеткізіп алдық та, содан кейін мына қалған 3 бірлікті қостық. Ең келесі мысалды қарастырайық. 2 ондық 6 бірлік 1 ондық 7 бірлік. Ол үшін не істейміз? Дәл жаңағыдей мына берілген 26-ны толық ондыққа дейін толтырып аламыз. Ол үшін 4 бірлікті қосамыз. Содан кейін мына қалған 13-ті қосамыз. Яғни бұлай болады, міне 26-ға 4-ті қосақ 30 болады. Сосын 30-ға мына қалған 13-ті қосамыз. Сонда қанша болады? 43 болады жауабы. Енді айырманы қарастырайық. Бұл жерде міне 26, 2 ондық 6 бірлік және 2. Бұл жерде тек қана бірліктерді азайтамыз. Сонда қанша болады? 24 болады, міне. 2 ондық 4 бірлік. Екіншісінде қарастырайық. 25-тен қаншаны азайтамыз? 13-ті. Бұл жерде не істейміз, балалар? Мына бірліктен бірлікті азайтамыз, сосын ондықтан ондықты азайтамыз. Сонда қанша болады? Мына жерде қарастырсақ. 2-ден 1-ді азайтамыз. 1, 5-тен 3-ті азайтамыз. 2. 12 болады, е? Келесін қарастырайық. Бұл жерде 30 берілген. Мұна 3-ші ондықты бірлік түрінде көрсеткен. Өйткені ол қаз бізде азайтуда көмек болады. Яғни біз 30-ды 2, яғни 20 және 10 түрінде алып аламыз. Содан кейін мұна енді 10-нан мұна 4 бірлікті азайтып аламыз. Сонда қалай болады? Мыналарды азайтамыз. Сосын одан шыққан санға 6-ны, 10-нан 4-ті азайтамыз. 6, 20-ға 6-ны қосамыз. 26. Келесі.
бұл жерде міне 4 ондық, дәл жаңағыдей, 40-тан азайтамыз 14-ті. Дәл жаңағыдей не істейміз балалар? Мына 40-тан 1 ондықты, яғни бұл жерде 14-ті 10 және 4 деп жеке-жеке қарастырып аламыз. Сосын мынау 40-тан 1 ондықты азайтамыз. Сосын мына қалған бірлікті азайтамыз. Міне жақсылап көрсетіліп тұр, осы жерде. 30-дан 4-ті азайтсақ, 26 болады. Келесінде 12-ден қаншаны азайту керек? 7-ні алу керек. Не істейміз? 7-ні не көрсетіп тұр? 2 және 5 түріне келтіріп аламыз да. 12-ден 2-ні азайтып аламыз. Азайтқаннан кейін мына қалған 5-ті азайтамыз. Яғни 10-нан 5-ті азайтсақ, 5 қалады. Тең болады 5. 35-тен, бұл жерде бізде 35-ден азайтамыз 17-ні. Бізге міне бүйтіп көрсетілген, қараймыз. 35-ті толық 10-дыққа дейін толтырып аламыз. Ол үшін мына 5 бірліктерді азайтамыз. Сонда бізде 30 қалады. 30-дан енді қаншаны азайтамыз? 12-ні азайтамыз. Бізде міне 30 қалды. 30-дан 1 ондықты алып тастаймыз. 20 қалады. Енді мына 20-дан 2 бірлікті аламыз. Яғни міне жақсы көрсетіп тұр бұл жерде. Сонда қанша қалады? 18 қалады. Нөмірі 4-ші мысал, өрнектерді жазып, олардың мәнін тап. Бірінші өрнек, 2 мен 6 сандарының қосындысына 8-ді қос. Қосындысына 8-ді қос. Бірінші жақшан үшін орнаймыз. 8, 8-ге 8-ді қоссақ, 16. Біз білеміз, 8 бен 8-дің қосындысы бұл 16 санның құрамы екен. Екінші, 10-ға 12 мен, яғни 10-ға 12 мен 6 сандарының айырмасын қос. 12 мен 6 сандарының айырмасын қос. Келесі бұ. 60 пен 10 сандарының айырмасынан, яғни 60 пен 10 сандарының айырмасынан 30-ды азайт. Келесі. 8-ге 11 мен 7 сандарының айырмасын қос. 11 мен айырмасын қос. 12 мен 6-ның айырмасы 6-ға тең. 10-ға 6-ны қосамыз, 16. Нөмір 5-ші мысал, есепте. 5 пен 6-ның қосындысы 11-ге тең. 18 бен 9-дің айырмасы, 18-дің құрамын есімізге түсіреміз. Қанша болады? 9, 3 пен 9-дің қосындысы қанша? 12. 27 мен 7-ның айырмасы, бірліктерді ғана азайтамыз, яғни тең болады 20. 58 бен 5-дің қосындысы, бірінші бірліктерді қосып аламыз. 8 бен 5-дің қосындысы қаншаға тең? 13. Енді 50-ге 13-ті қосамыз, тең болады 63. Енді қалған екі қатарды дәл осылай өздерің есептеп шығарып көріңдер. Бүгінгі сабақ қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.